және дәл қазір жанымда ару қыз Бикеш. Қал жағдайыңыз қалай? Сәлеметсіз, шүкір, жақсы. Өзіңізде қалай? Жақсы, бір фея болып отырсыз ба? Қандай образда отырсыз? Рахмет, көп. Менде негізі Синдрелла бар ғой, Золушка деп айтамыз орысша. Сол Золушканың образы. Күлше қыз. Иә, күлше қыз. Енді түсіндім. Бәсе ерекше образ жарасып тұр өзіңізге. Рахмет, көп. Мерекеңізбен құттықтағым келеді енді. Сізде, мен қателеспесем, жасыңыз кіші қыздардың қатарынансыз. Жасым 24-те, мереке дейсіз ба? Иә? Қандай мереке? Енді балалар күні әзілдеп жатқаным ғой. Сізге не болды? Мен түсінбей қалдым, қандай мереке деген. Сіз сол мерекеге киініп келген жоқсыз ба? Ой, рахмет. Жақсы. Енді ортада дәл қазір Бекзат пен Назерке отыр. Сырт көзге не байқадыңыз? Екеуінің айтып отырған әңгімелерінен. Екеуісінің қарым-қатынасына келетін болсақ, білмеймін, бір әлі подростковый возрастта болатын отношениялар болады ғой, жалпы. Сондайды көремін. Жалпы өздеріне толықтай не керек екенін екі жақта білмейді. Біресе анау жақсы көремін дейді, біреусе жоқ жақсы көрмеймін деген секілді. Алдыңғы таныстық болған кезде Назерке жақтан болды ғой осындай. Тон атам деді, жұп болды, қайтадан жақсы көрмеймін деп шықты. Ал енді тура сол затты Бекзат жасап келіп отыр да. Сол себепті де білмеймін, әлі де бір тауық махаббат деп айтамыз ғой. Сондай деп айтатын едім екеуінікін. Бекзат жаңа өзіме бір көп алып кеттім деді ма, сондай бір сөз айтып қалды. Бұл енді қандай мағына береді жігіттердің тіліне? Құтырып кеттім деген болатын. Негізі, жалпы жігіттерде ондай болмайды емес. Болады, когда қыз баласы жігіттен де қаттырақ жақсы көріп кеткен кезде отношенияда ондай көбінесе болатын секілді. Соны айтты деп түсіндім, жалпы. Бірақ енді бұл сезімді басыну деп айтуға келе ме? Сонда қыз баланың сезімін басыну, аяқтау? Солай деп ойлаймын, өйткені көбінесе жігіттерден соны байқаймын да, когда жігіттер қызды қатты жақсы көрген кезде, қыз жақтан ондай көбінесе болмайды. Когда қыз жігітті қатты жақсы көретін білдіріп, көрсетіп қойған кезде, уже жігіттер кішкене расслабиться етіп бастайды да, уже кішкене өзгере бастайды деген секілді. Бекзаттарда да тура сондай жағдай болды ма деп ойлаймын. Енді бұл жерде Назерке өзін бір ренішке беріп қоятын қыз емес, сырт көзге байқағанда. Және ондай бір сыйластық болмай жатса көтере алатын да қыз емес. Бірден орнына қоя алады деп ойлаймын. Бұл жерде енді сезім ашылғаннан кейін бір мінездің басылуы болып жатыр ма? Қалай ойлайсыз? Назерке негізі өте ақылды қыз ғой, бірақ когда жүрегің бір адам жақсы көріп тұрған кезде кішкене ақылың мен жүрегің бір-біріне мойынсынбай кететін кездер болады. Бірақ та енді білмеймін, бұл жақта Назерке жақтан кінә бар деп айта алмаймын. Назерке керісінше өзінің сезімі бар екенін Бекзатқа білдіріп жатыр. Оны бір үлкен күнә деп те айтқым келмейді. Бұл жақта барлық қателіктер Бекзат жақтан болып жатыр да. Бірақ соны дәл бір уақытында түсініп, кішкене есін жиып, кешірім сұрап, бәрін қайтадан қалпына келтіріп алғандарына негізі қатты қуанып отырмын. Енді арадағы түсініспеушілік, осы бір реніш бәрі толықтай шешімін тапқан секілді ме? Әлі де ортада талқыланып отырғанына қарағанда бір әттеген-ай деген екеуінің де көкейінде бір дүние бар сияқты ма? Жоқ, негізі бұл нәрсенің барлығы алдыңғы апта болған дүниелер ғой. Алдыңғы апта айтылды, ренжісті, қайтадан уже татуласып, уже бұл ойлаймын тек қана андай уже жабылды бұл тема. Просто ортаға шыққаннан кейін жалпы жаңалықтарды айтамыз ғой, ортаға шыққан кезде қалай болып жатыр, не болып жатыр, не болды осы аралықта деген секілді. Сол өздерінің қарым-қатынастарында не болғанын айтып жатыр деп ойлаймын. Бірақ екеуі уже келісіп, татуласып, жақсы болып кеткен сияқты. Жақсы. Енді дәл қазір Назеркенің сәл бір арасында ашуға беріліп кетіп жатқаны, бұл әлі де бір толық шешімін таппады-ау деген ой салады қатысушылардың да, көрерменнің де ойына меніңше. Сондықтан да екеуінің арақатынасы қалай мәселенің шешімі табылатынын алда бірге көреміз.